Қырғыздарды, қазақтарды қорлады деген Екатерина Бибыл Дмитрий Бибылдың бұрынғы әйеліне. Қырғызстан мемлекеті уже розыск қойып тастады. Бүкіл жаңалықтарда жүр, қараңыздар. И біздің Қазақстан не істеп отыр? Біздің Қазақстанда біз заявительміз. Міне, мен арызданушым, мен арыз жазып отырмын да. Міне, қараңыздар. Книга учета информацияда тұр, ерлер қозғалады, егерде іс әрекетінде қылмыстың құрамы болатын болса дейді. Қылмыстың құрамы жоқ та болуы мүмкін да, ол жерде мезансаның өзін жасағандығы басқа деген секілді. Міне госорганнан ответ келіп тұр. Бұны не себепті бұндай ответ келіп тұр? Себебі бұны ішкі істер министрлігі қолға алған жоқ, генеральный прокуратура қолға алған жоқ. Қалай? Себебі госорган айналысатын болса, онымен ол тез жасалынады да. Ол мен жазып отырмын, арыз жазып отырмын. Пока ол на рассмотрение барады, ол қылмыстың құрамы бар жоқ, оны анықтайды, тергеушіге түседі, нарочно жазып кетті, шақырады. Пока сондай іс-әрекеттер жасалынып біткенше 2 апта уақыт өтеді, 2 апта, 3 апта. Оған срок керек, определен срок бізде Қазақстанда керек. Енді бұл жерде оны арест жасайлама, қамалама, қамалмайма деген сұрақ бар да, көбісінің ойында тұр. Международный соглашение қай жерде халықаралық келісім бар, сол мемлекеттермен аэропорттан ұшатын болса, сол жерде аэропортта ұстайды. Сен Қырғызстанда розыстасың, сол жерде ұстайды и инициаторге звондайды. Инициатор кім? Қырғызстанда уголовный розыск па, генеральный прокуратура қайсы? Соларға звондайды да шақырады, осындай адам розыск па сіздерде? Я дейді. Тұрады да Қырғызстаннан адамды жібереді. И сол жерде соны беріп жібереді, и экстрадиция жасалады. Оған дейін ол қай мемлекетте ұсталды, сол мемлекетте транзитте жатады да. Комментарий жазып отыр да мұнда. Қырғызы, молодцы, оперативно сработали, правильно Қырғызстан деп. Біздің қазақтар Тенгриньюста қолдап жатыр Қырғызстанды. Қолдаймыз. Қырғызстанға респект, мықты. Себебі он госорган айналысып жатыр да. Ал бізде госорган поддержать етпейді, түсінесіздер ме? Біз жазып отырмыз. Біз қандай іс-әрекет бар, барлығын жасап, қолымыздан келгенше резонанс жасағанға да видеода түсіріп жатырмыз, басқа да, бірақ бізде Қазақстан үнсіз отырмыз. Жоқ, үнсіз қалуға болмайды. Қазақ елі оған да қылмыс. Қазақстан да тіркеу керек. И міндетті түрде ол Екатерина Бибыл қазақтарға тіл тигізген үшін жауапқа тартылу керек та. Бұны просто так қойдыра салуға болмайды. Россия мүмкін өзінің жаңағы заңнамасы бойынша өз азаматтарын бермеу деген сияқты бар шығар, бірақ ол аэропорттан қай жерге ұшады, қай жерге барып қонады, или болса бір жаққа барып удачно ұшып кетті самолетпен. Сол мемлекеттен бері обратно ұшатын кезде розыск деп шығатын болса, базадан все болды. Сол инициатор кім? Инициаторға звондайды, солар алып кетеді бері қарай. Так что қазақ елі просто так көзімізді жұмып қойып, айтыпты, болды кетті демей, мына видеоны барлығымыз резонанс қылу керек болса, генеральный прокуратура бар и МВД-ны белгілеп